Зарина сияқты қыздардың психологиялық бейнесін бөліктерге бөлмей біртұтас феномен ретінде қарастырсақ, бұл өзіндік құндылық пен ішкі еркіндіктің нағыз үлгісі. Мұндай арулардың айналасында неге жігіттер көп үйіріледі, бірақ неге олардың көбі мақсатына жете алмайтынның сыры мынада. Заринаның бойындағы басты қасиет, оның сыртқы сұлулығы емес, оның эмоционалдық қолжетімсіздігі мен өз-өзіне деген асқақ сенімі. Психологияда мұндай жандарды дефицитті ресурс деп атайды, яғни ол ешкімге жалтақтамайды, ешкімнің мақтауына зәру емес және өз өмірін жалғыз болса да сапалы өткізе алады. Жігіттердің көбі оның осы еркіндігіне, ешкімге бағынбайтын мінезіне және ішкі мақтанышына дигнити ғана тартылады. Олар үшін Зарина жай ғана қыз емес, бұл өздерінің еркектік намысын сынап көретін биік шың сияқты көрінеді. Алайда, жігіттердің көбінің жолы болмайтынының себебі, олар Заринаның тек сыртқы келбетіне, визуалды образына ғана ғашық болып келеді, бірақ оның ішкі интеллектуалдық және рухани сүзгісінен, фильтрінен өте алмайды. Зарина сияқты қыздардың өз өміріне қойған жоғары стандарттары болады. Ол жай ғана көңіл көтеруді емес, өзімен деңгейлес, рухы мықты, сөзіне жауап беретін және оның ішкі әлемін түсінетін тұлғаны іздейді. Көптеген жігіттер стандартты тәсілдермен гүл сыйлау, мақтау айту оның жүрегін жаулағысы келеді, бірақ Зарина үшін бұл арзан әрекеттер оның әлеміне кіруге рұқсат беретін билет емес. Ол өз шекарасын өте берік ұстайды және өзіне лайықты емес адамға уақытын шығындағаннан көрі, жалғыз қалуды артық көреді. Оның қол жетпестігі бұл тәкаппарлық емес, бұл өз-өзін сыйлаудың ең жоғары деңгейі. Ол өз бағасын біледі, ал оның бағасын түсінбеген немесе оған жете алмаған жігіттер үшін ол мәңгілік арман болып қала береді. Қыздар жігіттердің назарын аудару үшін әдейі әрекет жасаса, Зарина керісінше, сол назардан биік тұрады. Оның салқынқандылығы мен маған бәрібір деген позициясы еркектердің инстинктін оятады. Еркек табиғатынан аңшы, ал оңай берілмейтін, өз әлемі бар олжа олар үшін ең қымбат сыйлық болып көрінеді. Жігіттердің көбі оған жете алмауының тағы бір себебі эмоционалдық интеллекттің айырмашылығында. Зарина сияқты қыздар адамның ниетін көзінен ақ оқа алады. Жігіттер оған жақындағанда өздерін мықты көрсеткісі келеді, бірақ іштей қорқыныш пен сенімсіздік болады. Зарина бұл жасандылықты бірден сезеді. Ол үшін еркектің статусынан немесе сөзінен бұрын, оның ішкі тұрақтылығы internal stability маңызды. Егер жігіт өзіне толық сенімді болмаса, Заринаның бір ғана суық көзқарасы оны есеңгіретіп тастайды. Сондықтан көпшілігі алыстан тамсанып қана қоя береді. Сонымен қатар, мұндай қыздар айна, mirror іспеттес. Олардың жанында жігіттер өздерінің барлық кемшіліктерін сезіне бастайды. Егер жігіт руханы кедей болса, Заринаның тереңдігі оны қорқытады. Егер жігіт әлсіз болса, оның мықтылығы оны жастады. Оған қол жеткізу үшін жігіт тек сыртқы келбетін емес, ең алдымен өз ішіндегі еркектік рухты тәрбиелеуі керек. Ол бағындыратын тау емес, ол бірге қанат қағатын биіктік. Осы тұрғыдан қарасақ, сіздіңше Заринаның жүрегін жаулау мүмкін бе, әлде ол өмір бойы осында еркін құс болып қала бере ме?